Таңертеңгі таңда арқаңыз ауырады ма? Аяқтарыңыз ісіп тұрады ма? Жүзіңіз бозарып, үнемі шаршайсыз ба? Сіз мұны жасқа байланысты деп ойлайсыз, бірақ дәрігер ретінде айтсам, бұл бүйрегіңіздің сізге жіберген дабыл белгілері. Бүгін мен сізге бүйректің лас болғанын көрсететін 10 белгіні және үйде табиғи жолмен тазалаудың 7 тиімді жолын толық айтып беремін. Сәлеметсіздер ме? Дана мен денсаулыққа арнасының көрермендері. Мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, дипломды дәрігермін. Бүгін біз өте маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Ол бүйрек денсаулығы және оны үйде тазалау жолдары. Дәрігер ретінде айтсам, бүйрек бізде адам денесіндегі ең мықты, бірақ ең жасырын зардап шегуші мүше. Ол сізге ауырсынуды сезгізбей, жылдар бойы зиян жинай береді. Зардаптар байқалған кезде кейде кеш болып қалады. Сондықтан бүгін мен сізге бүйректің қандай міндет атқаратынын, лас болғандағы 10 белгіні, бүйрекке не зиян тигізетінін және ең бастысы үйде табиғи тазалаудың 7 ғылыми негізделген жолын толық айтып беремін. Видеоны соңына дейін қараңыз, соңында өте маңызды ескерту болады. Бүйрек мәселесін елемей кету бізде диализге апарады. Бүгін соның алдын аламыз, ендеше бастайық. Алдымен бүйрек дегеніміз не екенін түсінейік. Мен қарапайым тілмен айтамын, бүйрек адам денесіндегі екі бұршақ тәрізді мүше. Олар белдің екі жағында, қабырғаның астында орналасады. Әрқайсының ұзындығы шамамен 10-12 сантиметр, ал салмағы бар болғаны 150-200 грамм болады. Яғни жұдырықтай ғана мүше. Бірақ осы жұдырықтай мүше тәулігіне не істейді? Білесіз бе соны? Тәулігіне ол 200 литрге дейін қанды сүзгіден өткізеді. 200 литр бұл сіз бір айда ішетін судың көлеміндей. Осынша қанды тазартып, улы заттарды бөліп шығарады. Ендеше бүйректің негізгі міндеттерін санайық. Бірінші міндеті қанды улы заттардан тазарту. Тамаққа, сусынға, ауаға кіретін зиянды заттар несеп арқылы бізде шығарылады. Осы процесс тоқтаса, адам уланудан қайтыс болады. Бұл фильтр жұмысы. Екінші жұмыс бар, бұл су-тұз балансын реттеу. Денеде тым көп немесе тым аз су болса, бүйрек реттейді осыны. Осыған байланысты қан қысымы да бізде реттеледі. Гипертониясы бар адамдардың көбінде бүйрек мәселесі жасырынып жатады. Үшінші, бұл қышқыл сілті тепе-теңдігін сақтау. Қанның pH деңгейі 7-35, 7-45 аралығында болуы тиіс, осы аралықта. Бұл деңгей бізде бұзылатын болса, жасушалар қалыпты жұмыс жасамайды. Осыны бізде бүйрек қадағалайды. Төртінші қызметі бар, эритропоэтин гормонын өндіру. Бұл гормон сүйек кемігіне қан жасушаларын жаса деп бұйрық береді. Бүйрек нашар жұмыс жасаса, анемия дамиды. Тәжірибемде жүрек ауруы, шаршау шағымымен келген пациенттерде анемия арқылы бүйрек мәселесін анықтаған жағдайлар болған. Бесінші, D витаминін белсендендіру. Тері арқылы немесе тамақтан алынған D витамині бүйректе белсенді түрге айналады. Яғни бүйрек дұрыс жұмыс жасамаса, D витаминінің пайдасы азаяды. Сүйек сынғыштығы, иммунитеттің төмендеуі бүйрек мәселесінің жанама белгісі болуы мүмкін. Алтыншы қасиеті бар, бұл қан қысымын реттейтін ренин деген гормонды бөледі. Ренин қан тамырларының тарылуын немесе кеңеюін реттейді. Бүйрек зақымданса, ренин артық бөлінеді де қан қысымы көтеріледі. Міне осынша маңызды жұмыс атқаратын мүше бұл бүйрек дегеніміз. Ал енді сұрақ туады. Осы мүше бізде бұзылса, ластанса, шамадан тыс жүктелсе, не болады дейді. Ендеше бүйрек лас болғандағы, яғни шамадан тыс жүктеліп, улы заттармен толып бастағандағы біздегі 10 белгіні айтатын боламын. Өзіңізде бар жоғын осы жерде тексеріп көріңіз. Бірінші белгі арқа, белдің ауырсуы. Бүйрек ауырғанда бел аймағында, қабырғаның астында, арқаның оң немесе сол жағында сырқырайтын ауырсыну болады. Кейде бұл ауырсыну санға, шапқа дейін тарайды. Остеохондроз немесе бұлшықет ауырсынумен шатастырмаңыз. Айырмасы мынада. Бүйрек ауырсыну қозғалыстан өзгермейді, бір жерде тұра береді. Денені жылыту немесе массажбен жеңілдемейді. Ал екінші белгісі бет пен аяқ қолдың ісінуі. Таңертең тұрғанда бетіңіз, әсіресе көзіңіздің айналасы ісіп тұрса, бұл бүйректің белгісі. Аяқтарыңыз, саусақтарыңыз іссе,
шашаудан деп ойламаңыз. Бүйрек суды ұстап қалып жатса, ол бізде ісінуге кетеді. Таңертең аяқ киімді кие алмайсыз, саусақтардан жүзік шешілмейді, ол бүйректің шағымы. Үшінші белгі бар, несеп өзгерісі. Мұны ешкім талқылағысы келмейді, бірақ дәрігер ретінде айтсам, несепті бақылаған дұрыс. Несеп деген бұл мача. Егер несеп көпіршіктенсе, бұл несепте ақуыз бар деген белгі. Бүйрек сүзгісі бұзылып жатыр деген сөз. Несеп қанды, қоңыр немесе лайлы болса, дереу дәрігерге барыңыз. Тым аз несеп бөлінсе немесе тым жиі дәретханаға барсаңыз, несеп бөлінгенде ауырсыну немесе күйдіру болса, олардың бәрі бүйрек немесе несеп жолдары мәселесінің белгілері. Төртінші белгіміз бар, шаршау және әлсіздік. Эритропоэтин гормонын есіңізде ме? Бүйрек нашар жұмыс жасаса, бұл гормон азаяды. Қызыл қан жасушасы азаяды, анемия дамиды. Нәтижесі сіз үнемі шаршайсыз, еш нәрсеге дәрменіңіз жетпейді, таңертеңнен ұйқы басады, басыңыз айналады, осындай белгілер көрініс беріп жатады. Бесінші белгісі терінің қышымасы мен сарғаюы. Бүйрек бізде улы заттарды шығара алмаса, олар қанда жинала береді, қанның ішінде. Осы қанда ерегеді. Алтыншы белгі, иіс пен дәм өзгерісі. Бүйрек жеткіліксіздігінде ауыздан аммиак немесе зәр иісі шығуы мүмкін. Ол тіс жуса да кетпей, тамақтың дәмі металл немесе ащы болып сезіледі. Ол ақуыз ыдырау өнімінің қанда жиналуының белгісі. Жетінші белгі, тыныс алудың қиындауы. Бүйрек суды ұстап қалса, өкпеде сұйықтық жиналуы мүмкін. Нәтижесінде тыныс алу қиындайды, кеудеміз тарылғандай сезіледі. Кейбір адамдар мұны жүрек ауруы деп ойлайды. Сегізінші белгі, жүрек айну мен тәбеттің жоғалуы. Улы заттардың қанда жиналуы асқазан мен ішекке де әсер етеді. Адам жүрек айнуынан, кейде құсудан, тәбет жоғалудан зардап шегеді. Тоғызыншы белгіміз, бұлшықеттің тартылуы мен аяқтың ауырсынуы. Бүйрек кальций мен фосфор балансын реттейді. Бұл баланс бұзылса, бұлшықеттер тартылады. Аяқта ауырсыну, кейде ұстама болады. Түнде аяқ тартуы бүйрек пен магний тапшылығының белгісі болуы мүмкін. 10-шы белгі, қан қысымының жоғарылауы. Бүйрек бізде ренин деп аталатын гормон бөледі. Бүйрек нашар жұмыс жасаса, ренин артық көп мөлшерде организмге бөлінеді, қан қысымы осының әсерінен өседі. Дәрі ішсеңіз де қан қысымы жоғары болса, бүйректі міндетті түрде тексеріп көріңіз. Ендеше, осы 10 белгінің 3-еуінен астамы өзіңізде болса, бүгін айтатын тазалау жолдарын міндетті түрде қолданып көріңіз, бірақ алдымен бүйрекке не зиян тигізетінін білейік. Дәрігер ретінде айтсам, бүйректі бүлдіретін ең жиі себептер бізге өте таныс, күнделікті өмірден алынған. Бірінші, бұл тұзды тамақтың артықтығы, яғни тұзды шамадан тыс көп қолдану. Яғни күнделікті тұз нормасы небәрі 5 грамм болу керек, яғни бір шай қасыққа тең. Ал қазіргі тамақта тұз нормадан 3-5 есе артық болады. Тым көп тұз бізде бүйрекке шамадан тыс жүктеме береді және тастың пайда болуын шақырады. Екінші, суды аз ішу. Бүйрек тек су арқылы тазаланады. Егер сіз тәулігіне 1,5-2 литр таза су ішпесеңіз, улы заттар несеп арқылы шықпай, бүйректе жиналып қала береді. Маңыздысын айта кетсем, шай, кофе, компот, сорпа суды бізде алмастырмайды. Үшінші, ауырсынуды басатын дәрілер. Ибупрофен, диклофенак, анальгин сияқты дәрілерді ұзақ немесе жиі ішу бүйрекке тікелей уытты әсерін береді. Төртінші, қант диабеті мен гипертония. Бұл екі ауру бүйректің ең үлкен жауы. Осы аурулар болса, бүйректі ерекше күтіңіз. Бесінші, алкоголь. Алкоголь бізде бүйрек арқылы шығатын күшті улы зат. Ұзақ мерзімді алкоголь бүйрек жеткіліксіздігіне. Жетінші, артық салмақ. Семіздігі бар адамдарда бүйрек жеткіліксіздігі қаупі 3 есе жоғары. Ал қымбатты көрермендер, ең маңызды бөлімге өтпестен бұрын бір маңызды ақпарат айта кетейін. Мен жоғарыда айтқан белгілердің кейбіреуі сізде болса, немесе бүйрек туралы жеке сұрақтарыңыз болса, мен онлайн консультация өткіземін. Маған тікелей жазсаңыз болады, байланыс ақпаратын осы видеоның сипаттамасынан таба аласыз.
Сондай-ақ менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Сілтеме сипаттамада. Instagram парақшамда пайдалы ақпараттар, стористар жүргізіліп отырады. Сол жақтан өзіңіздің денсаулығыңызға байланысты ақпараттарды қоса біліп отырсаңыз болады. Ал енді ең маңызды бөлімге көшейік. Бүйректі үйде қалай тазалауға болады? Ендеше ең көп күтілген бөлім. Бүйректі үйде дәрісіз табиғи жолмен тазалаудың 7 ғылыми негізделген жолын айтатын боламын. Маңызды ескерту. Бұл жолдар алдын алу және жүктемені жеңілдетуге егер сізде диагноз болса, міндетті түрде маманмен ақылдасыңыз. Бірінші жол таза су, яғни бүйректің ең басты дәрісі. Дәрігер ретінде айтсам, бүйректі тазалайтын ең арзан, ең қолжетімді, ең тиімді зат таза ауыз суы. Күнделікті норма 60 жасқа дейін тәулігіне 1,5-2 литр таза су ішілу керек. 60 жастан жоғары болса, тәулігіне 1,2, 1,5 литр жетеді. Бұл бүйректі оятады. Кешкі 8-ден кейін суды азайтыңыз. Бүйрекке түнде демалу қажет. Екінші жолымыз балдыркөк, яғни петрушканың суы. Балдыркөк бізде бүйрек үшін ең күшті табиғи диуретик. Жаңа балдыркөктің жапырақтары мен сабақтарын жуыңыз, шамамен 1 уыс жетіп қалады. 1 литр таза суға салып, 5 минут қайнатыңыз. Суытып сүзіп алыңыз да, тәулігіне 2-3 рет жарты стаканнан ішіңіз. 10 күн ішіп, 5 күн үзіліс жасаңыз. Үшінші жол жүгері шашағы. Бұл қабынуды басады, бактерияларға қарсы тұрады. Кептірілген жүгері шашағынан 1 ас қасық алып, 200 мл қайнаған суға салыңыз. 15 минут бетін жауып, демдеңіз. Тәулігіне 3 рет жарты стаканнан тамақтан 20 минут бұрын ішіңіз. Курс ұзақтығы бізде 14 күн. Төртінші жол мүкжидек, яғни орысша клюква деп айтсам болады. Клюкваның суы немесе шырыны. Мүкжидек несеп жолдарының дәрісі. Ол бактериялардың несеп жолдарына жабысуына жол бермейді. Таза мүкжидек шырынын тәулігіне 200 мл ішіңіз, бірақ қант қоспаңыз. Бесінші жол лимонның суы. Лимондағы бізде цитрат деген зат бар құрамында. Несептегі ол кальцийді байланыстырады да тас пайда болуына кедергі жасайды. 1 лимонның шырынын 1 стакан жылы суға сығып, таңертең аш қарынға ішіңіз. Тіс эмалін қорғау үшін сабан арқылы ішкен дұрыс. Алтыншы жол арпаның суы. Арпадағы бета-глюкон бүйректегі тұздарды бізде шаяды. 2 ас қасық арпа дәнін 1 литр суда 30 минут қайнатыңыз. Суытып, сүзіп, тәулігіне 2-3 стаканнан бөліп ішіңіз. 2 апта ішіп, 1 апта үзіліс жасайсыз. Жетінші жол бізде зімбірдің шайы, имбирия. Зімбір бізде бүйректегі оксидативті стрессті азайтады. Жаңа зімбірді 2 сантиметрдей кесіп аласыз, жарты литр суға саласыз, сосын 10 минут қайнатасыз. Суытып, сүзіп, тәулігіне 2 рет ішіңіз. 10 күн ішіп, тоже 5 күн демалыс жасайсыз. Барлығын бірден ішуге міндеттілік жоқ. Таза суды күнделікті ішіңіз, қалғандарынан 1-2 жолды таңдап, жүйелі түрде қолдансаңыз болады. Тазалаудан кейін бүйректі қорғауда маңызды. Дәрігер ретінде 5 маңызды дағдыны айтамын. Бірінші, тұзды азайтыңыз. Екінші, ақуызды тағамды шамадан тыс жемеңіз, көп мөлшерде болмайды. Үшінші, ауырсынуды басатын дәрілерден аулақ болыңыз. Жөн жосықсыз ішуге болмайды. Төртінші, қан қысымы мен қантты бақылау қажет. Үнемі жасыңыз 55-тен асса, қан қысымын, қантты үнемі бақылап отқан дұрыс. Бесінші, жылына кемінде 1 рет несептің жалпы талдауымен бүйректің биохимиясын тапсырып көріңіз. Кемінде 1 рет, ондай көп ақшаңызда кетпейді. Қымбатты көрермендер, бүгін біз бүйректің маңызды міндеттерін, лас болғандағы 10 белгіні, зиян тигізетін факторларды және тазалаудың 7 табиғи жолын қарастырдық. Дәрігер ретінде айтсам, бүйрегіңізді бүгіннен бастап күтіңізші. Таңертең 1 стакан жылы су, күнде 1,5 литр таза су, осы кішкентай ғана дағды сіздің бүйрегіңізді аурудан сақтайды. Егер жеке сұрақтарыңыз болса, маған онлайн консультацияға жазылыңыз. Бағасын айтсам, сразу айта кетейін, 3,5 теңге. Оны Instagram парақшамда WhatsApp нөмірім немесе комментарийдан іздесеңіз болады. Байланыс ақпараты сипаттамада. Күнделікті денсаулық кеңестері үшін Instagram парақшама тіркеліп алыңыз. Бүгінгі видео пайдалы болса, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және осы видеоны өзіңіздің жақындарыңызға жіберіңіз. Сау болыңыздар, денсаулық бәрінен де қымбат.